Ассаламу алейкум ағайын, қалайсыздар? Мал жандарыңыз аман ба? Бүгін мен көкдауылмен мал айдап келе жатырмын. Күн керемет. Жай бір сіздерге видео болсын деп әдемі. Жылқының үстінде өстіп мал айдап жүргенге не жетсін. Бір серуендеп қаласыздар. Мына бізде бұл жер кезінде осы мал бойламайтын су болатын. Қазір тартылып, мұндай шөп шыққан. Бір қазан көлінде. Малдың бәрі осында жайылып жүр. Керемет енді ақ. Сіздерге бір әдемі көрініс болсын деп видео салып жатқаным ғой. Каналға тіркеліп қойыңыздар, ағайын, тіркелмеген болсаңыздар. Және де қоңыраушығына басып қойсаңыздар. Бұйырса жақында жақсы видеолар болса шығарып тұрамын. Ағайын, қалай ойлайсыздар? Осылай мал бағып жүрсек, біз дамимыз ба? Әлде мал бағудың басқа айла тәсілдер бар ма? Болса, пікірлеріңізді жазыңыздар. Шетелде малды айдамай қоршап бағады дейді. Соған жетерміз бе екен? Әлде осылай далада атпен айдап мал баққан дұрыс бола ма? Ойларыңызды жазып кетіңіздер, ағайын. Мынау көлдің жағасы енді, қазір шөп жоқ, мына жер тақыр. Шөп қамыстың арасында. Мынау кішкентай бұзаулар. Бұның бәрі жетім, өзім порошок беріп өсіргем. Мамаларын танымайды. Бірақ мама арқасында жүреді, ембейді, мықты қолады. Бір күн мамасының қасында болады да, содан кейін айырып аламыз. Күн керемет, алғашқы қар жауып отыр. Мынау біздің бір қазаның екіге бөліп тұратын тупик деп айтылады. Былайынан кезінде жол салған. Екі жағы су болған. Қазір теп-тегіс болған. Сол жолын өтіп барадырық. Қазір қораға апарып сиыр сауайын деп атын, кешкі сиырды. Мынау бізде шөп жыңғыл дейді. Көлдің жағасы. Су тартылғанда толып шығып кетті осындай. Басында су бар кезде бұл жерде жыңғыл болған жоқ. Именно су тартылған кезде шығады екен жыңғылдар. Жайлап бірте-біртені көлге қарай тақалып баратыр. Жағалаймыз жерде бұрын жыңғыл болған жоқ, мына жер тегіс болды. Қазір қаптап баратыр. Жыңғылдың қандай қасиеттері бар, білсеңіздер жазып отырыңыздар. Біздің бұрынғы ескі үйіміз бұл жер дейді. Балалық шақ осы жерде өтті. 10 жасынан бастап осы ескі үйде тұрып, мал бағып, сиыр сауып, қолмен сауып сиырды. Барлық жер осы жерде басталды. Бір қазаның көлдің жағасында. Мына тұрған моншамыз болды. Қазір бәрі склад болып қалды. Мынау қасындағы қора. Жақындырақ көрсетерім қазір. Мынау ескі үйіміз ал. Балалық шағы осы жерде өтті. Қызық енді. Бәрі осы саман тастан салынған қорадан басталды. Мына қарайып жатқан жерге баяғыда тас соққамыз. Іші шұңқырға шөп өсіп кеткен. Саман тас соғылады. Ағаларым атпен тапап саман тас соғатын еді. Мынау сарай, мынау көк есік сарай. Мына қасындағы үй осы жерде бүкіл 10 шақты 14 адамға дейін жатып жүрді кезінде. Мынау кәшәріміз. Осының ішінде қолмен сиыр сауып жүрді қыс мезгілінде де ағаларым. Осындай жайы болар. Бұрын осы жерде бие саудық, бұзып алдық мына жердің бәрін. Осы жерде бие сауып жүрді. Естелік болып қалды енді. Алым кетіп баратыр, азынша мал қалып қалған екен.
мынау қазір новый қорамыз. Мына жердегі ортада бие сауатын қора саламыз жаз мезгілінде. Мынау үйіміз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Көп рахмет айтам. Осылай мен қолдап жүретін көрермендерім бар. Аллаға шүкір. Енді мен күнде видео салып, көп нәрсені сала бермеймін. Анда-санда жақсы дүние болса салып тұрам. Сондықтан каналдан шығып кетпеңіздер. Сіздер де қандай видео керек, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Не туралы түсірейін, сол сияқты бір ой тастасаңыздар, ыңғай шықса, уақытымыз болып қолдан келсе түсіреміз. Енді жылқы жаз мезгілінде Алла қаласа бие соғамыз, сол бие соғу туралы видео түсірем. Сол бар кәсібіміз сол, біздің мал бағу. Мен енді күнде сиыр соғам, күнделік жұмысым сол. Сондықтан күнде видео салып, көп шықайда шыға алмаймын. Сол жақсы күндер көп болсын, аман болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын ағайын.